Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйіміз қалай? Сауат ашу қызметіне қош келдік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мен білетін жақсы сөздер, сөз. Сабағымызды бастамас бұрын шаттық шеңберіне тұрып сәлемдесіп алайық. Дайынсыңдар ма? Менімен бірге қайталаймыз. Қане қанат қағайық, қарлы ағашқа ұқсайық. Ұшып алайық, орнымызға қонайық, білімде алда болайық. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Ендеше сауат ашу кітабымызды алып, 4-ші тақырыпты ашайық. Жарайсыңдар. Енді 1-ші суретке назар аударайық. Суретте не болып жатыр? Суретте анасы Асанға алма беріп жатыр. Асан алманы не деп алды? Я, дұрыс айтасыңдар балалар. Асан алманы рахмет деп алды. Яғни, анасына рахмет деп айтты. Тамаша. Ал енді 2-ші суретке назар аударайық. 2-ші суретте Асан асығып келе жатып, бір үлкен кісіні қағып өтті. Бұндай оқиғада не деп айту керек? Тамаша, бұндай оқиғада ол үлкен кісіден кешірім сұрау керек. Жарайсыңдар. Енді 3-ші суретке назар аударайық. 3-ші суретте Асан мектепке кетіп бара жатып, күшігіне не деп айтты? Тамаша. Яғни күшігіне сау бол деп айтты, я? Ал балалар, біз қандай жақсы сөздерді айтып үйрендік? Я, рахмет, сау болыңыз, кешіріңіз деген сөздерді біз үйрендік. Тамаша, жарайсыңдар. Ал балалар, енді 2-ші тапсырмаға назар аударайық. Берілген сөздерді сурет бойынша қай кезде қолданамыз? Қайырлы таң, қайырлы түн деген сөздерді біз қашан айтамыз? 1-ші суретте балақай ұйқыдан тұрып жатыр. Бұл балақайға біз не деп айтамыз? Тамаша. Бұл балақайға біз қайырлы таң деп айтамыз. Ал 2-ші суреттегі балақайға не деп айтамыз? Қайырлы түн деп айтамыз. Жарайсыңдар. Себебі балақай ұйықтағалы жатыр. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, бұл суреттен қандай заттарды көріп тұрсыңдар? Атын айтыңдаршы. Тамаша. Перде, қорап, кітап, төсек, сөре. Балалар, бұл сөздер зат атаулары. Олар сөздер. Сөздер былай белгіленеді. Ендеше кітабымыздың 3-ші тапсырмасына көшейік. Мұғалім топқа немесе сыныпқа кірген кезде қалай амандасасыңдар? Қимылмен көрсетіңдерші. Жарайсыңдар балалар. Өте ақылды балалар екенсіңдер. Ендеше 4-ші тапсырмамызға көшейік. Суретте Алма және де Асанның достары отыр. Алманы Асан неше бөлікке бөлді деп ойлайсыңдар? Асан қандай бала? Тамаша. Алманы Асан 4 бөлікке бөлді. Яғни 1 бөлігін өзіне, 2-ші бөлігін тиынге, 3-ші бөлігін кірпіге, 4-ші бөлігін қызыл қоңызға берді. Жарайсыңдар. Асан қандай бала дедік? Жомарт, ақылды, білімді, өте мейірімді бала екен. Осы орайда жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген ақыл сөзді есімізден шығармайық. Тамаша. Балалар, енді төменгі жақта 5-ші тапсырмаға көшейікші. 5-ші тапсырмада сендерге фигуралар берілген екен. Қандай фигуралар? Я, дұрыс айтасыңдар. Шаршы мен 3 бұрыш.
осы шаршы мен үшбұрыштың ішін үздік сызықтармен толтырып шығайық. Тамаша, өте жылдам балалар екенсіңдер. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз қандай жақсы сөздерді үйрендік. Рахмет, сау болыңыз, кешіріңіз деген сөздерді үйрендік. Және де достарымызға бар қолымыздағы затты бөлісуді үйрендік. Және де қандай нақыл сөзді айттық біз? Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген нақыл сөзді айттық. Тамаша, рахмет сендерге балалар, сау болыңыздар.